Жаңа көрші көшіп келсе, қазақ не істейтінін білесің бе? Бұрын бұл үлкен қуаныш еді. Көшпелі өмір сүрген қазақтар үшін әр қоныш жаңа тыныс, жаңа үміт. Ұзақ жолдан шаршаған көш ауыл шетіне кірген кезде жұрт бір-біріне қарап, еру деп сүйіншілейтін. Еру аялдау, демалу, ал ерулік сол аялдауға арнайы берілетін дәм. Ерулік жайдастархан емес, бұл жаңа көршіні жатсындырмаудың, ортаға тез сіңістіріп алудың, адамға адам ретінде мейірім танытудың белгісі. Ерулікке ең сыйлы ас дайындалған, қазы қарта, жалжая, сүбе, тіпті қой сойылатын, жас отауға ыдыс аяқ тұрмыстық бұйымдар сыйлауда елдік дәстүр. Ерулік адамдарды жақындастырады, ауылдың үлкені мен кішісі жаңа көршімен бірден танысып, балалары бірге ойнап достасып, адамдар бір-біріне бауыр болып кететін. Ал қазір қалада да, ауылда да көршімен араласу сиреп барады. Бір-бірінің атын білмейтін көршілер көбейді, ал ерулік жылулықтың, адамдықтың белгісі. Дәстүр өткеннің естелігі емес, бүгінге қажет мейірім. Сондықтан жаңа көрші келсе, ерулікке кел деп шақыруды ұмытпайық.